Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге әрі дәмді, әрі тез дайындалатын кекстің рецептін ұсынбақпын. Ол үшін бізге 3 дана жұмыртқа, 1 құты сгущенка, 50 мл, 60 мл немесе сұйық май, разрыхлитель, 150 грамм ұн қажет болады. Ең алдымен ұнға разрыхлителімізді қосып араластырып аламыз. Одан соң 3 жұмыртқамызды жарып миксерлейміз. Бұл кекстің рецебінде бізде қант жоқ, өйткені сгущенка болғандықтан сгущенканың тәттілігі жеткілікті болады. Жұмыртқамызды езіп алғаннан кейін оған сгущенкамызды қосамыз. Сгущенканы салып, ақырындап араластырып аламыз. Осы қоймалжыңға енді сұйық майымызды қосамыз, оны қолмен араластырамыз. Одан соң дайындап алған ұнымызды екіге бөліп саламыз. Ұнымызды араластырып, осындай қоймалжың тесто дайын болады. Мен кекстерге осындай қағаз түріндегі капсулаларды алдым. Егер сіздерде өздеріңізде басқа формалар болса, соларды пайдалансаңыздар болады. Менде негізінен осы рецепт бойынша 12 кекс шығады. Алдымен пешімізді 180 градуста қыздырып аламыз. Қызып тұрған духовкамызға салып, кекстарымызды 20-25 минутта пісіріп аламыз. Мінекей, өздеріңіз көріп отырғандай осындай әп-әдемі, өте дәмді кекстер дайын болды. Егер менің рецептім сіздерге ұнап жатса, сіздердің қажеттеріңізге жарап жатса, мархабат, мен өте қуанышты болар едім. Өздеріңіз үйде осындай кекстарды жасап дайындап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Менің каналыма үліп тілдеріңізді аямай басып кетсеңіздер, өте риза болар едім.